Бүкіл әлемге хит болып жатқан дубайский шоколадты барлығы обзор жасап жеп жатқан кезде мен де жасап жегім келді. Ол үшін бізге форма, катаифи қамыры, бұны кондитерский дүкеннен аласыз, және шоколад, фисташковый паста, сары қажет. Нағыз дубайский шоколад болсын деп сарымаға күркума салдым, және сарымаға кішкене краситель салып, осылай жасап алдым. Шоколадты толықтай ертіп аламыз, сосын үстіне кішкене шоколад салып, тағы да араластырып жібереміз. Шоколадтың жартысын формаға құйып, жан-жағын осылай жағып аламыз, тоңазтқышқа қойып қатырамыз. Катаифи қамырын турап аламыз, табаға сарымайды ертіп, катаифиді салып, жақсылап қуырып аламыз. Фисташковый пастамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Формаға катаифиді салып, шоколадымызды құйып, тоңазтқышқа қатырып аламыз. Қалған шоколадтан кішкене конфеттер жасай салдым. Міне дубайский шоколадымыз дайын болды. Бұның дәмін көру үшін қатты өзім асықтым. Ал дәміне келсек, дәмі өте күшті болады екен. Енді дәл осылай жасап жеп тұратын болдым. Сіздер де дәл осылай жасап дәмін сезініп көріңіздер, енді ерекше дәм болады екен.